Дүниетану тақырыбы адам өміріне ауа райының әсері. Балалар, біз ауа райы ауаның белгілі бір уақыттағы, белгілі бір жердегі жай-күйі екенін білеміз. Ауа райын болдырмау үшін ауаның температурасын, желдің күшін, аспандағы бұлттың жағдайын, жауын-шашынның болатындығын анықтайды. Халық арасында күн қызарып батса, ертеңгі ауа райы ашық, жайлы болады деген түсінік қалыптасқан. Өте ерте заманда адамдардың өмірі ауа райына тәуелді болды. Тарихқа үңілсек, ол заманда Қазақстан жерінде құрғақ ауа райы қалыптасыпты. Жауын өте сирек жауған, өсімдіктер қатты ыстықтан қурап, егіншілікпен айналысу мүмкіндігі болмаған. Содан біздің ата-бабаларымыз түйе, жылқы, қой, ешкі өсіруді меңгерген. Қазіргі кезде ауа райы алдын ала болжанылады. Өйткені жетілген жаңа техникалар пайда болды. Біздің еліміздің ауа райы континентті деп аталады. Оның себебі оңтүстік тропиктен жылы ауа келеді. Солтүстіктен мұзды мұхиттың суық ауасы әсер етеді. Сондықтан құбылмалы болып келеді. Ауаның температурасын өлшейтін құрал термометр. Ауаның қысымын өлшейтін құрал барометр. Ауа райы атмосфераның жергілікті жердегі белгілі бір уақытта немесе уақыт аралығында байқалатын құбылмалы жағдайы. Ол көбіне атмосфераның төменгі тропосфера қабатының күйімен сипаттайды. Себебі ауа райын өзгертетін негізгі процестер осы қабатта дамиды. Бірақ әртүрлі биіктіктегі атмосфера процестер бір-бірімен тығыз байланыста болады. Сондықтан жер бетіндегі ауа райының өзгеру себептерін білу үшін атмосфераның жоғарғы биік қабатта зерттеледі. Ауа райын метеорол өлшемдерімен және атмосфералық құбылыстармен тұман, найзағай, боран, дауыл, тағы басқа түрлерімен сипатталады. Жер бетіндегі ауа райының өзгеруі тіршілікке, табиғатқа елеулі ықпал жасайды. Ауа райының көп жылдық режимі климат деп аталады. Қазақ халқының аспан, ғарыш денелері арқылы ауа райын болжаған. Мал кешке таман бір бағытта күйсеп жатса, келер күні сол жақтан жел боран соғады деген. Қыста торғайлар ұясына мамық таси бастаса, күн кенет қатты суытады деген. Тышқан інін суға жақын қазса, сол жылы құрғақшылық, ал алыс қазса жауын-шашын көп болады деген. Қатты жел, дауыл алдында құмырсқалар әбігерленіп мазасыздана бастайды.